Сәлематсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз модальды етістіктер. Good morning, dear students. Today our topic is ModaL Verbs. Okay, ModaL Verbs are verbs that do not express action or state, establish a relationship between the subject and the action or state expressed by the infinitive or another verb. Яғни модальды етістіктер іс-әрекетті күйді білдірмейтін, бірақ басқа етістіктің инфинитиві білдіретін субъект пен іс-әрекеттің немесе жағдайының арасындағы байланысты орнататын етістіктер. Модальды етістіктердің ерекшеліктері. Бірінші, модальдан кейінгі негізгі етістік бөлшегісіз жазылады. Мысалы, she can swim. Ол жүзе алады. Екінші ерекшелік. Үшінші жақта s немесе is аяқталуы жекеше. Осы шақта модальды етістіктердің баламаларын қоспағанда to have to be to, apply to. Мысалы, she can dance. She has to wake up early. Модальды етістіктің ерекшеліктері. Үшінші, сұралық және болымсыздық формалары көмекші етістіктерсіз жасалады. Help you. She can dance. Төртінші ерекшелік. Етістіктердің барлығында және өткен шақ бола бермейді. Ал оларды білдіргенде олардың орнына эквивалент, яғни ұқсас баламалары келеді. Үшінші, етістіктің тұлғасыз формалары болмайды. Инфинитив есімше герунди деген. Модальды етістіктер үш категорияға бөлуге болады. Бірінші, модальды етістік. May, must, ought. Эквивалент. Could, to be able to, might, to be alive, to have to be to. Көп функционалды етістік. Модальды етістіктің функциясын атқарады. Shall, should, will, would, need және dare. Модальды етістіктің сөйлемнің түрлері. Бірінші, позитивті сөйлем, бастауыш, одан кейін модальды етістік, баяндауыш. Мысалы, I, бастауыш, can, модальды етістік, swim, баяндауыш. Негативті сөйлемде бастауыш, модальды етістік, жалғауы not және баяндауыш. Мысалы, I, бастауыш, can, модальды етістік, негативті сөйлемді білдіретін not етістігі, not қосымшасы және де swim, баяндауыш. Сұрауы сөйлемде модальды етістік сөйлемнің алдына қарай шығады. Мысалы, can, модальды етістік, you, бастауыш, swim, баяндауыш. Бірінші модальды етістік can. Аудармасы аламын, жасай аламын. Яғни физикалық тұрғыда сіз физикалық немесе ойлау қабілеті түріндегі жасай алатын іс-әрекет. Оның эквиваленті to be able to. Present уақытында can, past уақытында could, future уақытында will be able to. Және де could кейбір кездерде өте сыпайы түрі болып саналады. Can модальды етістігінің. Екінші модальды етістік. May. Сіз жасай аласыз, немесе өтініш білдірген кезде қолданасыз. Мағынасы рұқсат, сұрау, мүмкіндік немесе болжам, нақты бір реттік мүмкіндікті білдіреді. Оның эквиваленті to be allowed,
to be likely or unlikely to. Present уақытында may, past уақытында might, future уақытында will be allowed to. Might бірдеңе болу ықтималдығының көрсеткіші, бірақ одан да үлкен белгісіздік білдірген кезде біз might модалитесін қолданамыз. Must аудармасы міндетті, мағынасы қажеттілігінің міндетін жедел кеңесін білдіреді. Оның ұқсас эквиваленттері to be obliged to be prohibited to, not to be allowed to. Present шағында must, past шағында had to, future шағында will have to. Яғни must біз міндетті жасау керек іс-әрекетті білдіреді. Сол кезде біз осы етістікті қолданамыз. Ought to немесе should to. Аудармасы керек, қажет. Мағынасы адамгершілік қызын, қалауын жедел кеңесті білдіреді. Оның эквиваленті should. Present уақытында ought to, should. Past және future шақтарында олар болмайды. Ол да міндетті іс-әрекетті білдіреді. Мағынасы әлсіз бұйрықты немесе бұйрықты міндеттілікті білдіру үшін қолданады. Яғни бұл қандай да бір мұқият кеңес деп айтуға болады. Яғни сіз 100% міндетті іс-әрекет емес, сізге нақты түрде осындай қатты кеңес беріп жатқан кезде түрді қолдануға болады. Have to мәжбүрлі міндет білдіреді. Яғни сіз оны ішіңізден жасағыңыз келмейді, бірақ сіз оны жасауға мәжбүрсіз. Сіздің басқа ешқандай жасар әрекетіңіз жоқ. Сол кезде to have to-ды қолданамыз. Бірінші exercise. Guys, you should translate the sentence, explain the usage of the ModaL verbs. The first sentence, the green wire should be connected to terminal 4. Second, you mustn't turn the machine when the red warning light is on. Third, we can recycle old products to make ones. First, the read switch has to be on. Rheostat is a resistor whose resistance value may be worried. 7. That morning, he had to leave his car at home. The last one, you can't ride a motorbike with no helmet. Guys, please be attentive. Exercise number 2. Put the verbs into past simple. Use the ModaL verb and their equivalents. The first. He must work hard to finish his experiment. The second. I devote myself to scientific work. Third. You might repeat this experiment. Fourth. He must illustrate this law by several experiments. Fifth, she can study automation in the college. And last one, they may carry out these experiments in the laboratory. Exercise number 3. Put the verb can, might, and must with this ModaL verb indeed. Guys, in the reflection of our lesson, біз бүгін сіздермен модальды етістіктерді қайталадық.
ән модальды етістік қай жерде қолданылатынын талқыладық. Тағы бір рет осы видео бейне сабақты қайта қарап, керекті жеріңізде тоқтап, осы үш жаттығуды жасап, өзіңіздің біліміңізді тексеріңіздер. Thank you for the lesson. See you next time. Goodbye. Назарларыңызға рахмет болған. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.